Армағайын, бүгін мың бала жобасы Сарыарқаның үнжу маржаны аталып кеткен Жезқазған қаласында. Бүгін кастингтегі қызықты сәттермен қатар қаланың тамаша жерлерін бірге аралайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, бұл Жезқазған қаласының қазір орталығында тұрмыз. Мен жанында тұрған бұл Жезқазған қаласының әкімдігі, ал Жезқазған қаласының әкімдігінің дәл қасында Жезқазған университеті орналасқан. Құрметті достар, әкімдіктің дәл алдында қазақтың маңдайына біткен марқасқалары, яғни алаш зиялыларына арнайы монументтер орналасқан. Оның алғашқысы Әлихан Бөкейханов, одан кейінгісі биыл ғана 150 жылдық тойын тойлап жатқан Ахмет Байтұрсынұлы, сонымен қатар оян қазақ деп кеткен Міржақып Дулатұлы аталарымызға осындай ескерткіштер, және де әрмен қарай жүретін болсақ, яғни бұл әкімдік, міне көріп тұрсыздар, өте керемет екен әкімдігі. Сонымен қатар қазақтың тұңғыш математигі Әлімхан Ермеков, сонымен қатар Мұхамеджан Тынышбайұлы және қазақтың тарихшысы Халел Досмұхамедұлы. Сонымен қатар халық алдында осындай да монумент бар екен. Бұл Қазақстанның 2015 жылы тәуелсіздігіне арналып соғылған монумент екен. Мың бала хаус жобасы ашылып жатыр дегенде естіп блогерлерден мен балама басында ұсыныс тастағанмын, осындай болайын деп жатыр екен, біздің қаламызға келейін деп жатыр екен деп. Бірақ жаңағы 16 мен 28 жас аралығы дегеннен кейін қайтып қалдым, жарайды бармай-ақ қой, мен балам кішкентай ғой енді әлі деп. Бірақ біздің Жезқазған Ұлытау облысы болып жатқандықтан осындай үлкен масштабный дейді ғой, үлкен көлемдегі жоба біздің қалаға келіп жатқандықтан мен қызым қатты қызықты барғысы кеп, барайыншы, өзім өнерімді көрсетіп келейінші деп. Сонымен біз кеше келіп қалдық. Енді мен біріншіден қазақ тіліндегі әлеуметтік желіні дамытуға бағытталған жоба болғанына мен қуаныштымын. Өйткені қазіргі заманда жастарды әлеуметтік желі тәрбиелеп жатыр ғой, жастарды. Барлығы қазақ тілінде дерлік бола бермейді, шындығы керек. Ең алғашқы рет осылай жастар болып, сіздер болып көтеріп бастап жатыр екенсіздер. Өңірлерді, ауылдарды аралап, шын өнері бар балаларды жинап, даралап жатқандарыңызға мен қатты қуандым. Мені қуантқаны осы. Достар, біз Жезқазғандамыз. Жезу парламенті жастарының басшысы Нәзира. Жалпы осы Жезқазған жастары туралы пікіріңізді айта кетсеңіз. Жалпы біз Жезқазған қаласының жастары Жезу орталықтағы жалғыз университет болғандықтан біз өзіміз университет жастары ретінде және біз колледж студенттерінің мектеп оқушыларымен тығыз байланыстамыз. Біз бір үйдің балалары сияқтымыз, шынымен айтқан кезде. Бізде бірлік бар. Біз көбіне өзіміздің мектептеріміздің оқу орындарының басшылықтарымен бірге және өзіміздің қаламыздағы жастардың өмірін қызықты өткізуіне арналған орталықтар, осы зданияның мемлекеттік орталықтың басшылары, ол жастар орталығы, жастар сарайы және жастар рухы Аманат партиясы жанындағы жастар рухы орталығымен бірге тығыз жұмыс жасаймыз. Оның ішінде біз оқушылардың, студенттердің оқу процесінен бөлек
жаңағындай өздерінің шығармашылық тұрғыда және де мамандық профессия тұрғысында және өздерінің хоббиларын әрі қарай дамыту тұрғысында өте көп жұмыс атқарамыз. Және біз оқушылардың, жастардың пікірмен санаса отырып, график құрап, жалпы біз құрдан құр отырған жоқпыз. Яғни біз талантты жастарды тәрбиелеу үстіндеміз. Жалпы енді сіздің тарапыңыздан, Жезқазғанның жастары тарапынан мың бала жобасына көзқарастарыңыз қалай? Жалпы бұл жобаға көзқарасымыз өте оң. Себебі біз тіпті осы жаңалықты естіген кезде өзімізде өте бір қуаныш және сіздерге деген қолдау сезілді. Оны байқап жатқан шығарсыздар. Себебі неге бізде өзі TikTok House деген жоба осының алдында кино ретінде, сериал ретінде басталды ғой. Сол кезде өзі біраз жастардың сол кездегі өте бір қызығушылығын дамытып жатқан еді. Осы бір жалын өшпей тұрып сіздер шынайы жоба ретінде оны бастап кеткендеріңіз өздеріңіз үшін де біз үшін де ол өте үлкен плюс. Оны байқаңыздар, сіздерді біз қолдаймыз. Және бұл жаңағы жобаның негізгі мақсаты ол қазақ тілінде болғандықтан біз қазіргі таңда ол және жаңа Қазақстанның кезінде қазақ тілінің дәрежесі күннен күнге артып бара жатыр. Оның бір несі, мысалы ретінде бізде әрине, немесе, және деген сөздерді біз күнделікті өмірде қолдана бермейтін тұғымыз. Осындай бір өзіміздің жаңағыдай тіліміздің ерекшеліктері қазіргі таңда күнделікті өмірде және сәлем деп амандасамыз мысалға. Ал бұрын, бір 10 жыл бұрын оны біз көбіне басқаша сөздермен алмастыратын едік. Сондықтан қазіргі таңда қазақ тілінің деңгейі көтеріліп бара жатырған кезде сіздер де осындай бір тың жобаны қолға алғандарыңыз өте дұрыс болды. Біздің көз қарасымыз оң, және біз осы арқылы өзімізді тек қана мемлекет тұрғысында емес, төңірегінде емес, әлем ретінде өзіміздің TikTok жанрындағы деңгейімізді көрсетіп, сонымен қатар тіліміздің деңгейін одан әрі көтереміз деген мақсат бар, ол орындалады бұйырса. Және осыған сонымен қатар қазақ тілді өзіміздің жұлдыз жағынан да, таланттар жағынан да және мемлекеттік ғылыми жобалар жағынан да жұмысымызды қазақ тілінде басқаратын болсақ, ол оң нәтижені көрсететініне сенімдіміз. Жезқазған қаласында күнделікті өмірде қайту қолданыста көбіне? Қазіргі таңда өзі бір қызық қой, оңтүстікте таза қазақша сөйлейді, солтүстікте 80% орысша сөйлейді деп айтайық, иә. Біз дәл орталықта орналасқанбыз, біз көпір секілдіміз. Бізде кейбір, мысалға, мына адамнан сұрасаңыз, бізде орысшаланып кеткен дейді. Ал мына жақта бізге оңтүстіктен қоныс аударып келген адамдар болатын болса, бұл жақ қазақша дейді. Сол сияқты мен сіздерге айтатын болсам, бізде 60% қазақша, 40% 20% аралас, 20% қалған орысша. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айгүл. Мен Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің студентімін. Жалпы өзімнің хоббиім ән айту. Ән айтумен 5 жасымнан бастап айналысамын. Әнге деген құмарлығым өте жарқын, себебі ән менің өмірінің бір бөлшегі деп айтсам да болады. Жалпы конкурстарға, байқауларға республикалық қатысып, жүлделі орын алып, осылай көзге көрініп жүрмін. Жалпы бұл жобаға мен көзқарасым өте жақсы. Қазақша контент, қазіргі заманда қазақша контентті қолдау әрине біз үшін өте маңызды. Сіздерге тек қана жарқын белестерді бағындыруға тілектеспін. Болашақтарыңыз жарқын болуына мен кәміл сенемін. Мен бұл мың бала жобасына өтіп жатсам, дәстүрлі әндерді орындайтын едім, себебі қазіргі заманда бұл дәстүрлі әндеріміз ұмыт болып бара жатыр. Қазақылықтың иісі дарыған дәстүрлі әндерге жететін ештеңе жоқ. Сондықтан да осы дәстүрлі әндерді орындайтын. Сіздерге Абайдың әні "Желсіз түнде жарғай" әнін арнау етемін. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдан жана терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдан жана терең сай, тасыған өзен гүрілдеп.
ағаш жапырағы сыбырласып өзді-өзі көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсутова Әдемі болады. Осы Жезқазған қаласының тұрғынымын. Музыкальный колледжде оқимын. Ән салу бөлімі 4-ші курсымын. Менің хоббиімді айта кетсем, менің актерлық шеберлігім бар. Ән айтамын, билегенді жақсы көремін және сурет саламын. Қазір көбірек әнмен айналысамын. Конкурстарға қатыстыңыз? Конкурстарға қатысамын. Қандай конкурстарға бардыңыз? Қарағандының конкурстарына барғанмын. Астана. Республикалық конкурстарға бардыңыз, иә? Аха. Орын алдыңыз ба? Иә, бірінші орын. Бірінші орын. Қай конкурстан алдыңыз? Қарағандыдан, Астанадан. Блог жүргізесіз? Блог жүргізгім келеді. Негізі TikTok блогер болғым келеді. Оған не түсіріп жүрсіз қазір? Неше түрлі идея, TikTok, әсіресе көбінесе билер. Биді ерекше жақсы көремін. Толыққанды қандай стильдегі билерді білесіз? Толыққанды? Зарубежный әндер. Әннің аты Shallow. Tell me something, boy. I don't try to fill a void. Or do you need more? If they're helping out us so hardcore, I'm falling. And all the good times I fight on myself, longing for change. And in the bad times I fight on myself. I'm on a deep end, water's diving. I'll never meet the ground. Crashed in a surface, we waken haters. We fell from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. We far from the shallow now. Блогерлік бастағыңыз келеді, иә? Иә. Былай сұрақ қойып, онда өз парақшаңызды қалай дамытар едіңіз, сізге мүмкіндік берсек? Біріншіден өзімді таныстырар едім. Өзімді таныстырып, өзім жайлы мәлімет айтатын едім. Неше түрлі трендтер, билер өзім құрастырар едім. Мұндай болса егер, тек қазақша контент, қазақ тілін дамытатын контент болса, сондай қазақ байып дейді ғой, сондай бағытта болса, қандай дүниелерін жасауға болады? TikTok'та, Instagram'да? Құш жайлы ойлап көрдіңіз ба? Ол жайлы ойламаппын. Бірақ жасауға болады, иә? Бірақ жасауға болады, иә. Мұнда келудегі мақсатыңыз негізі? Келудегі мақсатым TikTok блогер болғым келеді. Знаменитый болғым келеді. Кез келген биді де әнді дамыта бересе, осы танымал болып өзіңізді көрсетуге? Мен биді де әнді де істей аламын, енді актерлік шеберлікті бастасам деймін. Актерлік шеберлікке мектептерге барып жүрсіз ба? Жоқ. Сабақтарға қатысып жүрсіз, иә? Бірақ болашақта ойым бар. Хорошо, әдемі, онда сіз мұнда отыра беріңіз, иә? Қазір менің ойымша сіз бір би дайындап қойсаңыз жақсы болар еді. Мен Жантилева Зарина, жасым 17-де. Мен Атырау қаласының тумасымын. Осы жаққа, яғни Жезқазған қаласына нысаналы грантымен грант ұтып келген болатынмын. Мен орыс тілі пәні мұғалімі. Өзімнің хоббиім бұрын бимен айналысқам.
және оған дейін 4 жыл қобызбен айналысқам. Қандай билер билейсіз? Народный танец более. Сосын восточно. Әлеуметтік желіде қалай? Достарыммен тикток түсірем, мойындаймын. Сосын бұрын кішкентай қыздармен түсіргем. Хорошо, Зарина, рахмет сізге. Болса керек. Түркістан облысының тумасымын. Биыл 1-ші курспын. Биология педагогика мамандығы бойынша 75 балмен осы жерге серпінмен түстім. Қазіргі уақытта қосымша табыс табу үшін мобилограф сабағын оқып жатырмын. Ешқандай блог жүргізбейсіз? Жоқ. Тиктокқа видеолар түсіресіз ба? Жоқ. Өлең айтасыз, билейсіз, ойнайсыз. Профессионал түрде қолынан келмейді, бірақ өзіме ұнайды. Өзіңе орындап бере аласыз ба? Жоқ. Хорошо, онда тағы да сөйлесең, отыра 17 жастамын. Алматы қаласында туылғам, бірақ Жезқазған қаласының тұрғынымын. Мамандығым қоршаған ортаны қорғау, техника безопасности айтқанда. Бұл қала өзінің туған жерім болмаса да өзіме ыстық, себебі бұл жердегі адамдар өте ашық, бір-бірімен жақсы тіл табысып кетеді. Өзімнің хоббиім негізі ән айту, блогерлікпен айналысамын, тиктокта да, инстаграмда да. Ай сайын 6-7 мыңдай подписчик көреді. Өзіме подписан емес, но осылай көреді адамдар. Қаралым тиктокта. Тиктоктан менде 500 мыңнан астам, 300 мыңнан астам просмотрдан көреді. Инстаграмда да солай. Контент мен өзім қасымда, өзімнің жанымдағы адамдар екен. Шынайы өмірден шынайлы алынған сценарийсіз кәдімгі сондай түсіріп, рекке шығып, сол блогерлік өзіме ұнап кетті. Ән айтып саласыз ба инстаграмға? Инстаграмға салған, бірақ білмеймін. Әнім өтпейтін сияқты тек блогерлікпен. Негізі салғам. Ән үйірмелеріне қатыстыңыз ғой? Иә. Қандай группаға қатыстыңыз? Вокал сол әнмен, сол негізі мобилографта оқыдым дегенде өзімнің ағам. Және мобилограф түсіремін, видео жасаймын, саламын. Өзім монтаждап, өзім саламын, өзім түсіремін. Видеолары да бар өзімде. Хорошо. Мұнда Жезқазғанда барлық қазақша сөйлейді? Қазақша сөйлейді. Орысша да бар, бірақ басқа қаладан келгендер ойлайды, бұл жақта тек орысша сөйлейді, бірақ бұл жақта бәрі қазақша сөйлейді. Орыстар бар, бірақ олар қазақпен қазақша сөйлесең, қазақша жауап береді. Менің аты жөнім Бұхарбай Аружан Әшебек қызы. Түркістан облысы Сарағаш ауданының Ақжар деген қарапайым ауылының тумасымын. Негізгі болашақ мамандығым қазақ тіл әдебиет пәнінің мұғалімі. Бұл қалаға, яғни осы Жезқазған университетіне сол мамандық бойынша оқу үшін оқуға түстім. Өзімнің хоббиім, жай хобби ретінде ғана кішігірім ән айтамын, көркем сөз оқимын, сосын өлеңге ұқсас бір нәрселер жазамын. Енді ақын өзін, нағыз ақын өзін ақынмын деп айтпайды. Жалпы ақындар өзін ақынмын деген мойындамайды. Сол жалпы барлығы осы. Бізге бір нәрсе оқып беріңізші енді. Өз өлең шығарған поэзияңызды білеміз. Өзімнен ба? Өзіңіздің шығарған кез келген поэзияңыз, Жалпы әрбір өлең жазатын адам ең бірінші өзінің анасына өлең арнаса, одан кейін махаббат тақырыбына да өлең арнайтыны сөзсіз ол. Мен тек шабыт оянған кезде ғана жазамын, бірақ өлеңдерге тақырып қоймаймын. Хорошо. Мәжбүр еттің қолға қалам алуға. Асықпын ғой, өзің жаққа баруға. Ұйқымдырлап шақырған соң келесің, өзіңді ойлап, жүрегім ән салуда. Асықпын ба, ғашықпын ба білмеймін. Сен қуансаң мен қалайша күлмеймін. Бір өзіңе байланған жүрек құрғыр дейді маған, онсыз өмір сүрмеймін. Я, күлесің, білемін таң қалмаймын. Сен ойғалып кеткенімді аңғармаймын. Жоқ, жүрек, тырыспашы мен бәрібір. Сенің айтқан сөзіңе алданбаймын. Тыңдау керек. Жүректі әлде ақылды.
Деймісің сен жаныңа ең жақынды, ол жүрек қой, әлі де бір тынбастан қайталайтын тек өзіңнің атыңды. Бозторғай деген ән. Тіршіліктен айнымасқа тағдыр қосқан құс едің ғой, кең далама бауыр басқан, аяздардан тоңбайсың ба бозторғайым, жылы ұяңа қонбайсың ба бозторғайым, даланы менде сүйемін сендей бауырмал құсым. Назыңнан әсем, сазыңнан әсем, жаңылма құсым. Тауқымет тартып, торықпа жаным, қорықпа жаным. Құшағыңды ашып, кеудеме басып, берейін жалын. Отыра қояйын енді. Болды деймін. Жетеді осы. Аты жөнім Кенесова Мадина. Мен Жезқазған қаласының тумасымын. 13-ші жалпы білім беретін орта мектебінде оқимын. 9-шы сыныпқа көштім. Бұл жобаға келудің менің мақсатым Жезқазған қаласы облыс болғандықтан бұл қалаға қазақша жобалар бірінші рет келіп болып тұр. Сондықтан мен өзімді дамытуға келдім. Мен 1-ші сыныптан бері өнер мектебінде оқимын, скрипка саласында. Болашақта оны жалғастырғым келеді. Музыкант болғыңыз келеді? Иә. Қандай айтасыз? Шамалы, бірақ вокалға бармаймын. Бармайсыз. Әлеуметтік желілер арқылы өзіңізді қалай дамытқыңыз келеді? Қайтан айтыңызшы? Әлеуметтік желілер арқылы, иә? Инстаграм арқылы отырасыз ба, иә? Мен Инстаграмда отырамын, конечно, бірақ мен атақты болуды армандамаймын. Мен тек өзімді музыкал жағынан дамытқым келеді.
Талқанбаева Назира Мейрамбекқызы. Мен Қызылорда облысы Арал қаласында дүниеге келгенмін, бірақ осы жақта Жезқазған музыкалық колледжінде эстрадалық ән салу бөлімінің 3-ші курс студентімін. Мен өлең айтқанды жақсы көремін, актерлық шеберлігім бар, және неше түрлі жанрда өлең айтамын, эстрадалық, опера. Көбінесе Димаштың әндерін айтқанды жақсы көремін. Мен 2 ән алып келгем, бір ағылшынша и қазақша. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on. Far across the distance and the spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe such their hearts go on. Once more, you open the door, and you hear in my heart will go on and on. Қазақша. Ақ көйлек қызыл бешпет ау, әдемі қыз ау, тиген жоқ әлі ешкімге әдем ау, әлегіміз ай. Бір көзге кішкентайдан ау, құрбым едің ей, біз сізден әлі күнге әдем ау, тәмеліміз ай. Сәулелі алтын айымсың, бақытым сенсің, барымсың, тарих-ау мынау жалғанда, таңдап бір сүйген жарымсың. Әндеріңізді Инстаграмға немесе басқа? Тиктокта неше түрлі әндерім бар салынған. Кавер бар. Қаражат ма? Рекке шығады. Қанша подписчик бар? Инстаграмда 1000-нан асады, и тиктокта 600-ге. 1000 бала хаус мүшесі болғым келеді, себебі өзіме толық сенімдімін, болашақта инста жұлдызы болатыныма. Кавер түсіру арқылы өзімді дамытқым келеді. Әртүрлі неше түрлі жанрда түсіріп, только эстрада ғана емес. Например, Димаштың әндерін айтып. Қазір каверді салып жүрсіз ғой, е? Иә. Алматы, Астана қалаларына баруға, қуаншаларға дайынсыз, е? Иә, мен конкурстарға бардым, көптеген. Жақсы. Рахмет. Мен есімім Талғатқызы Жаннеля. Мен Сатпаев қаласының тумасымын. Қазіргі таңда Жезқазған қаласының жоғарғы медициналық колледжінің 3-ші курс студентімін. Негізгі мамандығым, яғни фельдшер, жалпы жедел жәрдем көрсету. Бірақ мен тек қана өзім мамандығыме шектеле қоймай, мен осы қаламыздағы, яғни еріктілік, волонтерствомен айналысам, қайырымдылықпен, яғни қоғам белсендісімін деп те айтуға болады. Және де негізгі хоббим журналистикаға жақын. Мен түрлі блогтарды, скетч сонда түсірген жақсы көремін. Және де мен осы хаустың мүшесі болғым келеді. Себебі қазіргі таңда қазақ тілі бізде өзекті мәселе болып тұр. Яғни бізде қазақи жобалар өте аз. Соларды біз жаңа облыс болғаннан кейін, ұлттық облыс болғаннан кейін
Мен осындай қазақы жобалардың көп болған және де біздің облысымыздың дамуына үлес қосқым келеді, өзімнің үлесімді. Қазақ тілін танымал болу үшін, тренд болу үшін, модно болу үшін, стильді болу үшін қандай контенттер жасау керек? Көптеген қазақ тілімен байланысты челлендждер түсіру керек секілді. Мысалы, зарубежный челлендждерді қазақ тіліне аударып түсірген дұрыс деп санаймын. Және де мысалы көптеген скетчтер қазақ тілінде немесе айтады ғой, орел и решка сияқты біздің мысалы осындай Ұлытау облысымыз мысалы кереметтей жерлері бар, ешкім білмейтіндей, мысалы соларды қазақ тілінде түсіріп кереметтей контент жасап салуға болады деп ойлаймын. Жасап көрдіңіз ғой, иә? Жасап көрген жоқпын, мүмкіндік жоқ сияқты, білмеймін. Оған түсіретін арнайы адамын болу керек қасында, бірақ мен жақынмын блог саласына. Не істедіңіз осы қандай блогтар жасап көрдіңіз? Негізі мен айтады ғой, андай бір күндік өмірлік студенттік блог сондай түсірген жақсы көретін. Бұрында YouTube арнамды ашып, одан соң білмеймін, біздің қала кішкентай болған соң қатты таныла алмайсың сияқты. YouTube канал ашып көрдіңіз, иә? Иә, бірақ та білмеймін, артқа сосын тартылып. Қанша видео салдыңыз? Мен көп видео салатын, 10 шақты, 15 шақты. Активный адамын, тынымсыз жатпаймын. Видео түсіріп, Look of the Day сияқты неше түрлі. Қайда барғанымда, мысалы, эстетичный видеолар болады, мысалы, қандай да бір жаққа барсам, мысалы, студенттік өмірімді, сол сияқты. YouTube'да просмотрлар қалай болды? Просмотрлар енді көп болды деп айта алмаймын. Подписчик саны да. Сол қазақ тілін жалпы дамытып, осы облысымыздың, жақында облыс болдық, соны дамытып, өз үлесімді қоссам деймін. Қазақша оқып мектепте? Иә, қазақша жетік меңгергем. Жезқазғанда қазақ тілінің ахуалы қандай? Жалпы біз орталық Қазақстан, жалпы өздеріңіз білетіндей, бізде барлығы орыс жаққа кетіп қалған. Жалпы бізде қоғамдық көліктерде, мысалы, қоғамдық орындарда адамдар бір-бірімен тек орыс тілінде сөйлеседі. Қазақша бір 35-40% ғана сөйлесетін шығар, бірақ основной дейді ғой, бізде барлығы орысша. Иә, қатыстым. Колледжінде белсендімін, барлығына қатысам. КВН-ді де ойнаймын, өлеңдерді де оқимын, барлығына қатысам. Жүргегімде таныстым мұң тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түнтірілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы мен. Пәк сәбимін бесікте уілдеген. Дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын. Жүрегі бар кеудемде шынға шықтың. Жанартаудай жойқынмын жұлқынғанда. Шарықтасан қырам боп шынға шықтым. Мен қара көз сұлумын, сайтан қызбын. Сайрай қалсам тілімнен балтам ғыздым. Сүйер болсам өмірдей сүйдім, өлер сүйдім. Қас батырмен қайрасқан балтам жүзін. Осындай боп білмеймін кімнен тудым. Бәлки қайсақ, бәлки бір ғұннан тудым. Деп шатыпты біреулер күннен тудым. Жоқ сірә, мен қарақұл күннен тудым. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, ән жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қазақ телеканалдарын қарайсыз ба? Қазір мысалы YouTube'да Сәлем Social бар ғой, сол ұнайды, сол арна. Барлығы қазақи дамып келе жатқан сияқты. Басқа біздің көршілес жатқан мемлекеттердің арнасы секілді болып келе жатыр, бірақ әлі даму үстінде. Толыққанды емес, енді даму үстінде, бірақ келе жатыр. Есімім Қорғанбайқызы Олжан, Маңғыстау облысының тумасымын. Жезқазған университетінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің мамандығын оқып жатырмын. Хоббиім баскетбол ойынын ойнаған жақсы көрем, және күнде емес, ара-арасында бір өлең жазғанды ұнатам.
және көркем сөз оқығанды ұнатамын. Мен көбіне өлеңді анадай анаға, махаббатқа арнамаймын. Жаныма батып кететін нәрселер болады ғой. Анадай. Жоқ, политика бар ғой? Иә. Мысалы, болып жатқан жағдайларға байланысты зорлық, зомбылық, сондайлар жаныма батқан кезде өлең шығарған жақсы көремін. Не жаныңызға батты мысалы? Бізде бөлісіңізші, қандай өлеңім бар менің шығарған? Иә, соны оқпеймін ба? Қазақ десе мақтанам, жүзім жайнап шаттанам. Таза қанды әлемде бізде ел жоқ ақтабан. Артық кетсем айып па, қазақ өзі байып па. Шетел сорып жатқанда періште жолдан тайып па. Қиямет күні кеп қалды, келгенінің белгісі парақорлар жеп қалды. Жегенінің белгісі қара халық аш қалып байлы шендер тоқ қалды. Кіші қиямет белгісі ұрпағыңның азғаны, билік кетіп еріңнен әйеліңнің озғаны, қауқары кетіп қария, үйсіз, күйсіз тозғаны. Ұят кетіп ұлыңнан, асып тұр салған ойраны, экраннан жар іздеп қызыңның асты сайраны. Желілерде шешініп, сол болды оның тойғаны. Хайып үшін жасады, ақшасы асып тасады. Бұл жаманды кім қашан келіп алып басады. Қой деп айтып халқыма қамшысымен осады. Көк аттылар көбейіп, ортамыз біздің іріп тұр. Өзге емес өзейтім, өзімізге үріп тұр. Марқұм Әбіш атаның айтқан сөзі бүгінде айнымай-нақ келіп тұр. Маңғыстау облысына қай ауданнан келдіңіз? Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Боранқұл селосынан келдім. Боранқұл. Мынау біз жасап жатқан жобаға қызығушылығыңыз бар ма? Мен негізінде ол сіздерді қарамағанда ғой, бірақ осы отырған кезде оянды қызығушылығым. Осы жаңа естігенде. Осындай жобалардың келешегін қалай көресіз? Жарқын болса күшті ғой, қазақ тілі. Сіздер жалпы сондай қазақ тілін насихаттап жүрсіздер ғой, иә? Мен де қолдаймын. Жоқ, өзім жалпы мана айтты ғой, ана кісі патриотпын деп, мен де сол кісілердің қатарынан. Иә, давай, мүмкіндік берші, не түсіресіз? Не түсіреді, мен қара сөз оқып бар ғой, қара өлең. Оқып, соны дамытқым келеді, анадай. Сол арқылы. Мен де негізінде қызығам, анадай, TikTok, Insta жүргізуге бар, бірақ ерінемін. Ерінесіз ба? Иә. Жасауға дайынсыз, иә? Иә.